Теңге Шевройл компаниясының қолдауымен ерте араласу жобасы бойынша біздер жұмыс жасап жатырмыз. Емдік шара қолданып. Бұл осы декабрь айында соңғы айы болады. Бір жылға 50 бала алдық. 50 баладан да асып кетті. Келіп отырған балдардан результат өте жақсы көрініп жатыр. Әрбір баланың құттай болғанда да берген нәтижесіне үлкен кәдімгі қуанышты боламыз. Жобамыз Атырау облысындағы 0-ден 3 жасқа дейін балалардың дамуындағы бұзылыстарын ерте анықтау және анықталған бұзылыстарды мүмкіндігінше ерте түзетіп, реабилитациялық шараларды жасауға бағытталған. Семинар, тренингтар, мастер-класстар жүргізіліп, 200-ден астам маман оқытылды. Және де 50-ден астам балаға оңалту жұмыстары жасалып, үлкен жақсы нәтижелерге жеттік. Атырау қаласындағы болашақ оңалту орталығының ашылғанын хабарлап, мамандары келіп, кездесу өткізіп, өздерін таныстырып кеткен болатын. Баланың бойында ауытқушылығы бар балдар анықталған болса, сол Атырау қаласындағы болашақ оңалту орталығының мамандарына хабарласып, сол жіберіп, емін алып отыр. Балдардың жақсы оң нәтиже байқалады денсаулығында. Ата-аналар кезең-кезеңімен емін алып, балаларының денсаулығын жақсарғанын қуана хабарлап айтуда. Ерте араласу өте балдарға керек. Қазір уақытта балдарды көріп жатсыздар ғой. ЗПР, ЗРР растар көбейіп кеткен. Әрбір үйде бір баладан. Бұл ерте араласу жобасы 1-ші поликлиника Атырауда, 7-ші поликлиника, сосын Құлсары қаласында Жылойдан біздер барып оқыттық, түсіндірдік. Сондықтан участковыйлар бері қарай жіберіп жатыр балдарды. Және ол жібере алмай қалған қанша бала бар әлі.